Қайырлы күн достар. Бүгін мен үй жағдайында гамбургер әзірлейтін боламын. Өте балғын әрі нәзік болып шығады. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Бізге керекті заттар: котлеттер, оның жасалу жолы менің каналымда бар. Булочкалар, тұздалған қияр, ірімшік, салат жапырақтары, қызанақ, кетчуп, майонез және горчица, қызыл пияз және осындай таяқшалар қажет. Табада булочкаларымыздың ішін осылай қыздырып аламыз. Кетчуп, майонез және горчица, яғни қышамызды араластырып, соусымызды дайындап аламыз. Нанымызға ең бірінші соусымызды жағамыз. Оның үстіне салат жапырақтарын қоямыз. Қызанақ. Үстінен котлетімізді қоямыз. Ерітілген ірімшік, яғни сыр. Қызыл пияз. Тұздалған қияр. Енді нанның беткі қабатына соусымызды жағамыз және гамбургеріміздің бетін жабамыз. Таяқшамен осылай жасап қоямыз. Міне осындай тәсілмен барлық гамбургерді жасап шығамыз. Өте сочный, дәмді болып шығады. Міне барлық гамбургерлер дайын. Осылай үйде өздеріңіз міндетті түрде жасап көріңіздер. Менің каналыма тіркеліп, лайк басып пікір қалдыруды ұмытпаңыздар. Сіздермен болған Ботафуд. Астарыңыз дәмді болсын.